Сәлем достар, сіздермен бірге ерте бүгін мен сіздерге керіктер туралы айтып беремін. Олай болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Керіктер жер бетіндегі ерекше жануарлардың бірі. Керіктер тұрып ұйықтайды екен. Және ұйқысы небәрі 10 минут қана. Керіктің үстіндегі тақтар саусақ іздері сияқты бірдей. Сол тақтардың түсіне қарап, керіктің жасын анықтауға болады. Олардың бір қадамның өзі 4 метрден асады екен. Ал тілінің түсі болса қап-қара және ұзын. Тілінің ұзындығы 45 сантиметр болады екен. Тіпті ол тілінің көмегімен құлағын да тазалай алады. Қандай қызық екен, иә достар? Керіктер бір-бірімен ысқыруға ұқсас дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Керіктер күніне 15-20 сағат уақытын тамақтанумен өткізеді екен. Осы уақыттың ішінде 30 килограмм азықты сіңіру мүмкін. Бұлар түйе сияқты су ішпей бірнеше апта немесе ай жүре береді. Керіктер әлемдегі ең ұзын жануарлар. Олардың ұзындығы 6 метрден асады. Ал салмағы болса 1,5 тоннадан асу мүмкін. Керіктердің бір ерекшелігі, олар есіне алмайды екен. Тіпті балықтар да, құстар да есіне алады ғой. Ал керікте болса, олай жасай алмайды. Керіктердің мойнында 7 омыртқа бар екен. Олардың көру, сезу қабілеттері өте жақсы дамыған. Есту қабілеті де керемет. Бұл қабілет оның қауіпті алдын ала сезуіне көмектеседі екен. Көп жыртқыштар керіктерге тиюден қорқады. Өйткені керіктердің тұяқтары өте мықты. Мінекей достар, біз керіктер туралы біліп алдық. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.